төртінші А сынып оқушысы Абдулхашим Раяна. Мен көктемгі каникулда Ақмақ Қасқыр ертегісін оқыдым. Ертеде ешкі жүні бүртеді. Бір күні шал мен кемпір болыпты. Ол қаптың түбіндегі ұнды жинап, бір уыс бауырсақ пісіреді. Бауырсақты тезірек суысын деп терезе жанына қояды. Ал бауырсақ болса топ етіп түсіп орманға қарай домалай жөнеледі. Домалай келгенде алдына қоян шығыпты. Қоян айтады: бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Қоян: мен жемеші, мен саған керемет ән айтып беремін дейді. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да қаштым, әжейден де қаштым. Қоян сені сұлу, маған қиын емессің деп қашып кетеді. Домалай бергенде алдынан қасқыр шығады. Қасқыр айтады: бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады: мен жемеші, мен саған керемет ән айтып беремін дейді. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да қаштым. Енді қасқыр сені сұлу, маған қиын еместің деп айтады. Сосын домалай келгенде алдынан аю шығады. Аю айтады: бауырсақ, өзің сүт секілді екенсің, мен сені жеймін дейді. Аю: мен жемеші, мен саған тамаша ән айтып беремін дейді. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым. Аю сені сұлу, маған қиын емессің деп қашып кетеді. Сосын алдынан қу түлкі шығады. Қу түлкі айтады бауырсаққа: мен сені жеймін дейді. Мен жемеші, мен саған керемет ән айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім, көңілім шат, атайдан да қаштым, әжейден де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Түлкі сені сұлу дей бергенде, қоян: тоқташы, мен құлағым мүкіс еді, құлағым дұрыс естімейді деп айтады. Сен өзің әнді керемет айтатын шығарсың, мен құлағыма қаттырақ айтшы дейді. Түлкінің мақтағанына қуанып қалған бауырсақ түлкінің құлағына жақындай беріп, әнін бастай бергенде түлкі оны асырып жеп қойыпты.